Сәлем достар, бүгін сіздермен муравейник тортының рецептімен бөлісетін боламын. Ең алдымен ыдысымызға 2 жұмыртқаның үстінен сары майды қосып, үстінен қант қосып, қопсытқышымызды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Біркелкі массы болғанша және қантымыз ерігенше араластырып аламыз қасықтың көмегімен. Осы массымыздың үстінен аз-аздап ұнды қосып, жақсылап жұмсақ қамыр илейміз. Дайын болған қамырымызды салфан мешокқа салып, екіге бөліп, салфан мешокқа салып қатырып аламыз 30 минутқа мұздатқышқа. Енді мұздатқыштан шыққан қамырымызды үккіштің үлкен бөлігінен осылай пергамент қағазына противенге осылай үгітіп аламыз. Және де осы дайын болған массамызды духовкаге 30 минутқа пісіріп аламыз дайын болғанша. Енді осы арада кремін дайындаймыз. Қоюлатылған сгущенканың қайнатылған түрі және де сары май қосып, жақсылап араластырамыз екеуін. Қою массы болады, осындай міне әдемі түсті. Енді дайын болған муравейнигімізді осылай қолымызбен үгітіп аламыз да, бір ыдысқа саламыз. Барлығын үгітеміз ұнтақтап. Енді жаңа жасаған кремімізді үстінен араластырып саламыз, біріктіріп, жақсылап араластырамыз. Сіңу керек кремі. Және де осы муравейнигіміз дастарханда әдемі болып көрініп тұру үшін осындай ыдысты сулап аламыз да, осылай салып әдемі форма келтіреміз. Барлық келесі жасаған сайын, әрбір жасаған соң ыдысымызды сулап тұрамыз. Осылай етіп жасап шығамыз. Мінекей муравейниктеріміз әдемі болып шығады. Және де бетін әрлеу үшін осындай кунжут септім. Мак немесе орех, шоколадты ертіп сепсе де болады. Өте дәмді болып шығады. Мінекей үстеліңіздің, дастарханыңыздың сәнін келтіріп, әп-әдемі болып шығады. Осы рецептпен жасап көріңіздер. Сіздерге де ұнайды деген сенімдемін. Каналым өте пайдалы, тіркеліп кеттіңіздер.